Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмет көрермендері. Бүгінгі тақырыбымыз буын ауруларын қарапайым емдеу жолдары. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айданы. Бірінші емдеу жолы. Күнделікті кешке адыраспан шөбін лайықты мөлшерде алып, турап, қайнатып, нілін шығарып, шөбін жаншып, ауырған буынға күніне бір рет тартып, нілі шыққан суына аяқты 20-25 минут салып отырса, буынның қақсағанын басып, суықты шығаруға жақсы көмектеседі. Екінші емдеу жолы. 15 грамм итмұрын жемісін күніне бір уақыт, кеште бір стаканнан біраз уақыт ішсе, бел аяқтың қақсағанын басады. Үшінші емдеу жолы. Күнделікті кеште қалақай шөбін лайықты мөлшерде алып, қайнатып, қайнатпасына ауырған буындарды 20-30 минут салып отырса, жақсы көмектеседі. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Қазақмет медициналық орталығының лабораториясында арнайы мамандар жасаған буын ауруына арналған шөп дәріні ұсынамын.